Ильяс Жансүгіров. Құлагер. Қайырып қыстай баптап құлагерді, осы астың дақпыртына ақан келді. Мінгізіп бәйге бала жайтаңдатып, ауылына ас бергеннің тақау келді. Араға алты қонып алыс жерді, алып ет жайлап жүріп ақан сері. Хабары құлагердің осы жаққа, келуші еміс-еміс көптен бері. Көз тігіп тұрған күтіп Көкшетауға, даяшы шапты алдынан қарсалуға. Қош келдің сері деген сәлемменен, түсірді ақанда кеп Ағотауға. Дегендей шешен дауға, батыр жауға, жүйрікті бәйгеге деп бағалауда. Дүлділі Көкшетаудың келді десті, топ жарған, талай елге салған сауға. Кермеге қойды байлап құлагерді, маңайдан жан жүрмесін, деді сері. Көзінен неге таса қылсын ақан, іргені ат шақтағы түргіздірді. Дегенге Көкшетаудан құла келді, көруге ынтызар боп ел жүгірді. Біреудің тіл мен көзі тимесін деп, дұға оқып, ақан жерге түкірінді. Дыбысы бұрын жеткен кел құланың, дегенге келді, түрді ел құлағын. Ас тегіс алдартына қалды үймеле, көруге Көкшетаудың кер пырағын. Жиылған арғын керей жан-жағына, көрмеде қалғып тұрды арда құла. Не сыншы, не қырағы жиылған жан, көздерін қалды сүзіп саңлағыңа. Салбырап тұр құлагер байлауында, қарасып құланың бас аяғына. Осы ма құлагерің, деседі жұрт, жүйрігі жануардың қай жағында? Салпы ерін, сала сүйек, сал бір тірсек, қаты бас, қаншыр мойын ит өндіршек. Бітімі ойқы-шойқы, орда шорқы, пішкендей жануарды олақ өлшеп. Алмайды мынау бәйге жылқы көрсек. Көгеті кедір бұдыр, бөлшек-бөлшек. Көкшетау шолағында мақтайтын ел, осыған ит болайық, бәйге берсек. Құлаға мініп қоян атар едім, мен мұны жүргіншіге сатар едім. Болғанша асқа күлкі ат қостым деп, үйімде тыныш қана жатар едім. Қойшыға мен мінгізіп қояр едім, семіртіп мен соғымға сояр едім. Кемпірдің азасына әкеп салып, бата оқып ет қымызға тояр едім. Сүйегі сиыр сүйек, қиқы-жиқы, сал бөксе жазық бауыр ұзын тұрқы. Осы ма даңқы шыққан құлагер деп, астегін ақанатын қылды күлкі. Сыншының келіп көрді 30-40, күреңбай көріп деді, жаман сұрқы. Алдынан ұмтылған аң құтылмас, артынан жөнелгенде жетпес жылқы. Сөзіне күреңбайдың жұрттан қалды, не сыншы, не сұңғыла орта қалды. Жылқының қырағысы шежіресі, күреңбай көзін сүзіп тұрып қалды. Күреңбай көзі тұнып көп қадалды, айналып алдартына көзін салды. Естуге күреңбайдың байлау сөзін, тарқамай көптің тобы тұрып қалды. Күреңбай көріп тұрып артын, алдын, жануар жүйрігі екен жылқым алдың. Жер ұзақ, күш алдында, өрең жүйрік, бітімі өз айтып тұр жануардың. Қанында шығысың мен батысың жоқ, ағылшын арғымақтың шатысы жоқ. Қашаннан қазағымның қолтумасы, араптың дүлділінің қатысы жоқ. Маңғұлдың месат емес тұқырынған, бұл таза швед, шотланд тұқымынан. Жануар шапса жүйрік, мінсе берік, озбай жүгіргенде жылқы мұнан. Сүйегі жануардың
жылқыдан жат. Бұл емес теке жәуміт не қазанат. Күйгейіп көзге құраш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанат. Екпіні үй соққандай пысқырғанда, шалдырмас көктен құсқа жерден аңға. Шықпаса жалғыз қазық жануарды, бұл әзір жеткізбей тұр жылқы малға. Маңдай жарқырап тұр жануардың, ашылып тұр осы аста мұның бағы. Көзімнің көбеймесе бүгін ағы, есімнен жаңылтпаса сайтан тағы. Егерде шын жылқыны мен танысам, хақ мұның қырып жойып бәйге алмағы. Пәлі, ат таныдың, таптың сөз ақ, деп оны өзге қазақ етті мазақ. Көмбеде көрсерміз, асықпаңдар. Сол күні құлагердің сөйлейді өз ақ. Сол күні құлагердің айтар өз ақ. Қайтейін, онан бері сөзді қозғап. Қазақы қолдың жүйрік жылқысы осы. Сау емес, танымаған мұны көз ақ. Сон айтып кете барды сол күрең бай. Ақанды ортаға алып би менен бай. Жарқыным, жалғызбысың, елің қайда? Деп жатыр жабырласып жөнін сұрай. Еліңе сауын айттық бізден ұдай. Тоймадық келісіңе сенің мұндай. Жетелеп жалғыз атты жеке кепсің, ешкімді қарауылдан жолдас қылмай. Ел емес, Көкшетаудың аты келді, не керек оннан басқа, деді сері. Құлагер қосатыным, атым Ақан. Таратсын жаршы қайда, шақыр бері. Ақанның айтуымен жаршы келді. Ол да бір зар қақсаған арсыз еді. Көк тұйығын тыйған жүйрік осы жақты, берместен 5 жыл бәйге келе жатты. Жиында неше дуан жүйрік жиған, шаппай бер бәйгемді деп талай айтты. Жар салып шауып жүріп шар тарапты, құлагер келгендігін жар таратты. Құлағы құлагерге қанық шіркін, иесі көк тұйғының ішін тартты. Алтайда ұрпағы бар Бегайдардың, бұлар да бір биігі біткен нардың. Баласы Бегайдардың Батыраш бар, өр көңіл, жуан кеуде, бір аусардың. Атты айтқан жоғарда бір көк тұйғын, әкелген асқа Батыраш сол жүйрігін. Қағатын қанаттыны өрең жүйрік, қоймаған қырдан жылқы бұл бір қырғын. Берместен келе жатқан жанға бәйге, бәйге алған кейде жетім, кейде түйе. Сілтідей сарырқаны тыйған тұлпар, бәйгені бұл астада берем дейме. Иесі Батыраш бір кеппегеуде, үр көппе, томырық мінез, намыс берме. Осы аста сағысынып бағыт айса, ол өзін даптайын тұр, өлдім деуге. Шулатқан арғын елін арқа халын, естіген Батырашта құла даңқын. Сатылып сұрап ет кісі салып, қолына түсіруге Ақан атын. Жамбыға, жесір малға, шағып нарқын, болам деп құда тамыр көңіл жақын. Қызығып құлагерге неше жылдай, жіберіп Жексенбайды қолғалайтын. Жүрегі жаралған ер жүйрікпенен, Ақан сұрауына иілікпеген. Сонан сон кегін сақтап кеткен Батыраш, үкілеп, көк тұйғынын жүйрік деген. Көк, құла, ек арыста жүйрік деген, дәл мұндай өзге жерде килікпеген. Келіпті құлагер ат дегенінде, мәні сол Батыраштың күйбік деген. Өлгенде сағынай шал ел шулатқан, көк тұйғын сонан бері ішін тартқан. Солы жеп, сүт сіміріп мәпеленіп, белдеуде осы көк ат қыстай қатқан. Көк тұйғын күңірентіп далай шапқан, бәйге алып шапқан сайын алғыстатқан. Осы аста бас бәйгені оймен алып, Батыраш көптен бері
үйде жатқан. Ниетпен дәл осындай көк ат келген, қашаннан қап деп азу басып жүрген. Құлагер Көкшетаудан кеп қалған соң, қызғанып Батыраштың іші өртенген. Елі шет, руы жат, жалғыз елден, асқа ақан ат қосып тұр алыс жерден. Барлығы Батырашқа болды толға, қауіп илеп ажалындай құлагерден.